Айым 3-ші қабаттан секіріп, өз-өзіне қол жұмсамақшы болыпты деген суыт хабарды естіп, дереу пәтеріне келдім. Мен білетін айым бала кезінен батыл қыз еді. Кейін өмір көп өкіндірді, шыдай алмады шамасы. Деймін өз-өзімнен. Тек аман болса болғаны. Үйдің алдына қара құрым халық жиналыпты. Көп ортасынан өтіп қыз жанына бару мүмкін емес екен. Жанымдағы апайдан қыз аман ба деп сұрап ем. Қабағын түйіп, тірі, жезөкшелікке салынғандарды ажал қайтсын. Қабылдаған клиенттерің ақысын дұрыс төлемеген шығар, деп сылқ-сылқ күлді. Ашуға булығып, сіз де пендесіз, сіздің де қателігіңіз бар, ертеңгі күніңізді ойлаңыз, дедім ызаланып. Неменеге ашуланасың? Менің не кінәм бар? Деп әлгі әйел шаптығып шықты. Мұнан әрі одан жөн сұраудың қисыны жоқ екенін түсіндім. Қыздың жүйкесі тозған сияқты, деді бір ағай әңгімеге араласып. Балконнан алдымен қуыршақты, сосын өзін-өзі лақтырып жіберген. Жамандық атауы өзімен кеткей, танатпай дүйім елді дүрік-дүрік, деді әлгі әйел. Мұнан соң ешкімді тыңдағым келмей, көптің ортасына ендім. Айым сұлық жатыр, басы қанаған, қасында қуыршағы. Айым, деп айқайлап, жанына жақындай беріп ем, полицейлер жуытпады. Тірі болса игі еді. Сәлден соң жедел жәрдемде жетті. Дер кезінде емес, адам өлген соң келеді осылар, десті жиналғандар. Халық шулап жатыр. Дәрігерлер қызын жанына ешкімді жуытпай көлікке мінгізіп алып кетті. Мен іле-шала таксиге отырып жедел жәрдем ізінен ердім. Қобалжып отырмын. Айымның келешегі не болмақ? Құдды аурухана басқа жаққа көшіп кеткенде жеткізер емес. Көлік жүргізушісі әуенді қосты. Билейтін ән екен, деп жамандады. Тіл қатпадым. Жан дүнием алай-дүлей. Біреуге қайғы, біреуге қуаныш сыйлайтын беу өмір-ай, деп қояды. Жүргізуші бетіме бақырайып қарады. Көңілсіздігімді байқады ма? Мұнан әрі тіл қатпады. Ауруханаға келгенімде айымды жан сақтау бөліміне әкетіпті. Мен сыртта қалдым. Жағдайы тым ауыр, аяқ-қолы сынған, психологиялық ауытқушылығы бар. Сәлден соң жағдай білуіңізге болады, деді медбикелер. Тынысым тарылып далаға шықтым. Айымның ендігі тағдыры не болмақ? Далада жаңбыр сіркірей бастады. Аспанда айымның жағдайына алаңдап, жас төккен сияқты көңілді маған. Ол жаңбырды жақсы көретін. Жаңбырмен бірге қосыла жылайтын. Неге жылайсың дегенімге, аспанның өзі жылатып қойғанымыз ят қой, қосылайық та, деп күлген сынай танытатын. Ел оның жан жарасын қайдан білсін? Көшеде орыс әже гүл сатып отыр екен. Біз бұл кісіден үнемі гүл сатып алатынбыз. Өзі бізді жақсы көреді. Кейде қалтамызда ақша болмаса тегінде беретін. Бұл жолы 3 доллар раушан гүлін сатып алдым. Айым гүлді жақсы көретін. Гүл ғана мендегі көңілсіздіктің орнын сәл де болса толтырады дейтін. Жылағым келді. Егер айымнан айырылып қалсам, жоқ, не айтып кеттім өзі. Айым мықты қыз, ол оңайлықпен өмірдің соқтығысына жеңіле қоймас. Палатаға кірсем, айым қуыршағымен ойнап отыр екен. Бір қолымен аяғын танып тастапты. Мені танымады. Бетіме аларып қарады да тарқылдап күлді. Сосын ызаланып, сені жек көрем, деді. Үндемедім. Гүлді үстел үстіне қойып ем, алып беруімді өтінді. Қуанып кеттім.
Қазір Гүлді иіскеп тынышталады ғой деп ойладым. Өйтпеді. Гүлді асықпай сындыра бастады. Қуыршақ, кел, тездетіп же, аш аузыңды. Гүл жапырақтарын қуыршақ аузына тақады. Ақымақ неме, аш аузыңды, тездетіп жемесең несібеңнен айырыласың. Қазіргі адамдар тойымсыз, бол тез. Ашуланып қуыршақты ұра бастады. Маған сұрланып қарады да Гүлді бетіме лақтырып жіберді. Үндемедім. Ол тағы да тарқылдай күлді. Сосын шашын жұла бастады. Шыдай алмай айқайлап ем, сұқ саусағын мұрнымның ұшына тақап. Түш, деді. Айымның шыңғырған даусын естіп палатаға дәрігерлер кірді. Ол маған ызаланып, қуыршақпен ойнағанымды тағы да көре алмадың, деп айқайлады. Мен болсам, айым білесің ғой, мен сені жақсы көрем ғой, дедім. Ол зорлана жымиып, жоқ деп айқайлады. Егер жақсы көрсен, бала кезімде менің қуыршағымды тартып алмасен. Ол мені біреумен шатастырып тұр. Дәрігерлер палатадан шығуымды өтінді. Бас дәрігердің кабинетіне кірдім. Кешіріңіз ағай, айымның денсаулығы қалыпқа келе ме? Сізге ештеңе айта алмаймын. Шамасын байқадыңыз ғой. Осы ауруханада емделе ме әлде? Сізге нақты жауап бере алмаймын. Күйініп кеттім. Ызадан жылай бердім. Нақты жауапты сонда кімнен аламын? 2-3 күн науқастың жағдайын бақылаймыз. Сауықпаса психоневрологиялық ауруханаға ауыстыратын боламыз, деді бас дәрігер. Айымның палатасына келдім. Дәрігерлердің салған екпесін ауырсынып жатыр-ау деймін сірә. Айымның шыңғырған даусы естілді. Мұнан әрі шыдап тұра алмадым. Айым менің бала кездегі досым. Анасы ертеректе көз жұмып, жасынан тағдырдың тауқыметін тартты. Әкесі ішімдікке салынып кеткен. Алдында бірге туған арқа сүйері ағапасы жоқ. Ісінен ерген інісі, сіңілісі жоқ. Қаршадай қыз өмірдің қай тепкісіне де мойынсұнбады. Өгей шеше өз балаларына жақтасып, үнемі айымды шеттететін. Ол достарынан да солай шеттеліп қалды. Сонда да ештеңе сездірмейтін. Анам қалаға барған сайын үнемі екеумізге қуыршақ әкеліп беретін еді. Қуыршақты қуана алған айым 2-3 күн біздің үйге келмейді. Содан кейін шүбіректен тігілген ескі қуыршақмен мұңайып қайта оралады. Үнемі осылай ететін. Сөйтсек, жаны алған қуыршағын үйіндегі өгей анасын ізінен еріп келген ересек қыздары тартып алады екен. Кейін айым анамның әкеліп берген қуыршақтарын біздің үйге қалдырып кететінді шығарды. Тек біздің үйде ғана ойнайтын болды. Оның ойыны менікіне мүлде ұқсамайтын. Бір түрлі мұңлы ойындар ойнайды. Қуыршағын бірде жылатады, бірде жұбатады, кейде томсырайып тілдеседі. Кейін қуыршақтың мейірімді анасы болуға тырысады. Өзі де қуыршақ сияқты сүйкімді қыз болатын. Жалғасы бар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыз.